Başımın hakkın yıldızı ayla geçti tımsılım. Özgedin deyin sulu, amarlık dostin sulu. Özümü suyup anatkan, bärinin de sen sulu, sen sulu. Жол жайлы ақпараттар көрдік, естідік, өзіміз кішкене сабаласып көрдік. Кішкене жалпы ол жібек жолының кезінде уақытта болдыңыздар деп ойлаймын. Егер де шабуыл жасайтын болған кезде қандай жолдармен жүргеніміз, хабарламаларды қалай бере аламыз деген ақпараттың барлығын жинап алып. Енді айтыңыздаршы, кімнің есінде жаңа сен қанша жылдан кейін қайтып оралды еліне? Қандай тайпаларды білеміз жалпы? Осы ұлы жібек жолының қысында. Ең бірінші бастайық. Ғұндардан бастайық. Сосын? Жоқ. Және? Сосын? Жоқ. Біз үйсі, қаңғылы деген естіміз бар ма? Қане есімізге көп түсірейік? Қорытынды. Яғни олардың бәрі қандай мемлекеттер? Яғни орта ғасырдағы мемлекеттері. Яғни біздің башқұртстан кезде 10 ғасырға дейінгі біздің барлық ата-бабамызды құрған мемлекеттер бар, осы ұлы жібек жолын қысқан. Ал енді ұлы жібек жолы қашан тоқтады? Ұлы жібек жолы бізде ұлы географиялық ашылулар, яғни теңіз жолы пайда болған кезде, және біздің ұлы жібек жолының саудасын ығыстыра бастаған. Өйткені теңізбен жүру ыңғайлы, тез, және қауіпсіз болған болатын. Өйткені ұлы жібек жолында үнемі бізде кімдер күтіп тұрады? Негізі саудагерлерді, қарақшылар, түсінікті. Хорошо. Енді оқушылар қараймыз. Сабақты барлықтар жақсы түсінді деп ойлаймын. Енді бізде үй тапсырмасы ретінде біз сіздерге осыны қайталауға береміз. Яғни үй тапсырмасы келесі сабақта осы бойынша міндетті түрде түсінік айтып беретін боласыздар. Енді жалпы сабақ қорытындылайтын болсақ, кері байланыс ретінде сіздер жалпы бір ақпараттан айтыңыздар маған. Мен түсіндім, мен түсінбедім негізі бұл тақырыпты. Осы тақырыпты келесі жолы түсіндіріп келеді дегенде бір ақпарат айтқан адам жинала берсе болады. Ол бізде сөмке әдісі. Кім бір ақпарат қосады, сол оқушы жиналады. Түсінікті ғой? Бірақ шығып кетпейміз, қоңырауласаңыз. Батысша қазірші, бұл батысша там мынандай қосылмай olur. Бір ақпараттан айналайық па? Қане онда бір минутта берейік, бір минуттан кейін кім түсінді, кім түсінбеді дегеннен бастап бәріміз бір қатардан айтып шығатын боламыз. Түсінікті ғой? Түсіндім, немесе түсінбедім деген. Дайындалыңыз. Бір-бір. Қазір дайындалмасын бізде. Дайын соғышылар болды. Дайынсыздар ма? Bir қатардан бастайық. Мен осы тақырыпта ұлы жібек жолынан саудагерлер өткенін түсіндім. Және де осы тақырып маған өте ыңғайлы және өте күшті өткен болды. Яғни сіз түсінгеніңізді айттыңыз, ұлы жібек жолында сауда болғаныңыз. Түсінбеген жеріңіз бар ма? Жарайды. Айғыр.
Жинала берсеңіз болады. Мен Ұлы Жібек жолында осы тақырыпта Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырған және де оның ең ұзақ жолы Орта Азияда және Қазақстанда белгіленген екенін білдім. Жинала берсе де болады. Кім ақпарат сол жиналса болады. Хорошо, кеттіңіз. Осы тақырыпта Ұлы Жібек жолы нелер сатылды, қандай болды, және қандай адамдар болды, не болды, және ескеріп іздеу туралы білдім. Түсінбегендер бар ма? Бәрін түсінгенсіздер ма? Айт. Жібек жолында сату және алмасу болады. Сату және алмасу болды. Хорошо. Тағы қосатындар ма? Толықтыр. Иә? Осы сабақта Жібек жолы шығыс және батысты біріктіргенді түсіндім. Және? Және де ол жерде алмасу сату болған. Және де менің тағы да түсінгенім Жібек жолынан алмасушылар және де сатушылар өтеді. Жарайды. Жинала берсеңіз болады. Иә? Түсінбедіңіз ба? Қай жерін түсінбедіңіз? Айтыңызшы соны. Иә, түсінбеген жерді айтыңыз. Жібек жолы, бірақ түсінбеген. Қане? Айта беріңіз. Тыныш. Ұлы Жібек жолы тақырыпты толық түсінбедіңіз, ә? Жарайды. Олай болса, келесі жолы тақырыпты толық түсіндіретін боламын. Иә? Онда түсінбеген жеріңізді айтыңыз. Толық та түсінбеген, бірақ түсінбеген жеріңіз бар шығар. Неге 138-де басталып, неге 139-да екенсіз? Түсіндіңіздер ма ғой? Жарайды. Онда батыс тобы толыққан түсінген, түсінбеген жерлерді айтты. Шығыс тобы. Қан кетті, бастайық. Шығыс тобы. Тыныш. Батыс пен шығыс. Бір-біріне жалғаған, ә? Соны білдіңіз ба? Не жалғақты бір-біріне? Ұлы Жібек жолы ма? Көмектеспейміз, өз ойын өзі жеткізу керек. Иә, отырамыз. Түсінбеген жерлерді айтайықшы. Түсінбегенін айтқан балаларға тобына екі бол болса айтыңыз. Ұлы Жібек жолында саудагерлер көп болғансында Иә? батыс пен шығысты жалғаған түсіндім. Сіздер оны негізі маған басын біліп дегенсіздер негізі. Ұлы Жібек жолы не айтамыз деген кезде. Мен осы Жинала беріңіз. шығыс пен батысты Қытайдың хан әулетінің Уди деген император басқарған. Хан әулеті деген. Ол тек Жібек жолы тек қылышпен емес, ол саудамен жүру үшін, басқа елдерді қатынастыру үшін бір-біріне сауда өткізіп болсын деген. Ал мен түсінбегенім Қазақстанның базалығы. Қазақстанның базалығы. Уди деген император жан-шарды батысқа аттандырып, ол 10 жылдан кейін қайта оралған. Түсіндіңіз, ә? Өз тақырыпта түсінгені Жібек жолы осы Хуанхэ өзенінен басталғанын білдім. Және император Уди өзінің ұлы жібек үшін соғыстырмай, моңғол адамдармен байланыс жасағысы келгенін түсіндім. Осы ашық сабақтарда Ұлы Жібек жолы туралы көп нәрсе біле алдым. Иә? Не нәрсе біле алдыңыз? Бір ақпарат. Айтып маған ақпарат айтсаңыз. Саудагерлер туралы және император туралы. Жарайды.
таласуын қалаған жоқ, тек қарым-қатынастық пен достық үшін құрастырғанын түсіндім. Келесі. Жиналып отырсыздар. Саудагерлер қорғалысын және жібек жолы шығыс пен батысты жалғаған. Келесі. Жібек жолында батыс пен шығысты қосқан Один, ол батыс пен шығыс бірімен қарым-қатынасы күшті осымен келіп батыс пен шығысты қосты. Жарайсыздар барлықтарыңыз, енді қараймыз, бақылау қарымызды ұмытып кетпедік қой, бәріміз белгілеп отырдық қой, әр сөзімізге бір бал қосылып отырамыз. Соның барлығын қазір маған көрсетесіздер. Және де мына жерде екеулеріңізде енді шығыс тобына да батыс тобына да оңына беріп қойды. Өйткені батыс тобы күтпей жауап беріп қойды, шығыс тобы көп жуады дегендей болды. Енді қазір барлығын қойып өтсіздер, аттарыңызды міндетті жазыңыздар, чтобы мен сіздерді бағалау үшін. Там беріп, қазір бағалап алыңыздар сөздеріңізді. Жауап беріңіздер. Өттеріңіз бағалап барады. Хорошо, общество, снова даем сау болыңыздар.